Армысыздар. Елорданың басты жаңалықтарын біздің бағдарламадан тыңдай аласыздар. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Астана табиғатын тосын сыйына дайын. Ардагерлер үздік емдеу мекемелеріне қаралуда. Елордада жүйріктердің жүйрігін анықтайтын ақберен сайысы өтті. Астанада көктемге дайындық басталып кетті. Қыс бойы жиналған қар еріген жағдайда қаланы топан су басуы мүмкін. Осындай салдарды болдырмау мақсатында Елордалық коммуналдық шаруашылық басқармасы су тасқынына қарсы іс-шаралар бойынша комиссия құрды. Бүгіннің өзінде су басу ықтимал 23 аумақ анықталды. Әсіресе Алматы ауданы бойынша су басу қаупі аса жоғары. Қалада қар тазалау жұмыстары 2 ауысыммен жүргізіледі. Айта кетейік, наурыз айында биліктегілер су тасқынының алдын алу шараларын күшейтеді. Соның ішінде нөсерлі коллекторларда су жүргізу каналдарын, құбырлар мен арықтарды тазалауға, сондай-ақ жылжымалы су сорғыштар мен гидротехникалық құрылыстарды дайындауға байланысты жұмыстар қолға алынбақ. Астанада дүниежүзілік азаматтық қорғаныс күні аталып өтілді. Азаматтық қорғаныс бұл кез келген адамның өзін апаттық жағдайлардан сақтап қала алуы. Бір ай бойы қалалық мектеп оқушыларына төтенше жағдай кезінде алғашқы әрекет туралы толыққанды ақпарат беріледі. Сонымен қатар барлық елордалық өрт сөндіру бөлімдерінде ашық есік күндері өтті. Осының арқасында қалалық мектеп оқушылары заманауи техникамен танысуға мүмкіндік алады. Сондай-ақ құтқарушылардың маңызды әрі қауіпті жұмысы туралы деректі фильмде көрсетілді. Егерде төтенше жағдайлар бола қалған уақытта өрт, мысалға жер сілкінісі, топан су жүрген жағдайда мына қаламыздың тұрғындары, студенттері, оқушылары өзін-өзі сол зілзаладан, апаттан қалай алып шығу жайында үйрету. Мысалға қазір мектептерімізде, колледждерде, университеттерде, барлық жерлерде интерактивті сабақтар өткізіліп жатыр. Ұлы жеңістің 70 жылдығына орай ардагерлерге биыл әлеуметтік көмек айтарлықтай көрсетілуде. Солардың бірі тегін медициналық жәрдем. Соғыс ардагерлеріне еліміздің үздік клиникалары қызмет көрсетеді. Сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларында орналасқан 2 арнаулы республикалық госпиталь мен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің шипажайында ардагерлер стационарлық көмек ала алады. Аталған клиникаларда емделуге жолдама алу үшін өңірлік емханаларға хабарласу керек. Денсаулығыңыз сыр берген кезде жоспарлы емделуге жолдаманы рәсімдеу үшін учаскелік дәрігерді үйге шақыру қажет. Астанада өнерпаз оқушылар өзара бақ сынасты. Елордада жыл сайынғы Ақберен республикалық байқауының 2-ші кезеңі өтті. 6 номинация бойынша аламан бәйгеге түскендер барынша өз өнерлерін ортаға салуға тырысып бақты. Бірі Махамбетше сөйлесе, көкірегімнің ауырғанда, күндердің болғанда, өзіңнен мықты жолыз қару сыртыңнан жармай. Енді бірі төгілте ән салды. Ал бесіктен белі жаңа ғана шыққан Әли айтыста өзіне ешкімді тең келтірмеді. Сірә бір минут болар, бұлағыңыз болар. Бүгінге осы. Айтар ақпараттарыңыз болса, редакциямызға қоңырау шалыңыздар. Сондай-ақ әлеуметтік желілер арқылы бағдарламаның басқа да шығарылымдарын көре аласыздар. Жақсы жаңалықтармен жүздесейік, аман сау болыңыздар.